Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай кішкентай сосиска тестилер дайындайтын боламын. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді, оның үстінен суымызды және қантымызды салып, жақсылап қант ерігенше араластырып алатын боламыз. Барлығы жылы болуы қажет. Одан кейін үстіне қаймағымызды саламыз, оның үстінен сұйық майымызды құямыз, тұзымызды және аштығымызды салып, барлығын біркелкі масса шыққанша венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Видеода көрсетілгендей осылай араластырамыз. Електен өткен ұнымызды үстінен салып, жақсылап қамырымызды илейміз. Бізде қамырымыз өте жұмсақ болып шығады, бірақ қатты қолға жабыспайды. Қатты ұны көп болып кетпесін, онда қамырларыңыз қатты болып қалады. Міне осылай. Қамырымыз жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын, қатты былжырап та тұрмайтын қамыр болып шығады. Енді қақпағын жауып, 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Көтерілген қамырымызды енді дәл видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп, дөңгелектеп шығамын. Барлық қамырларымды осылай теңдей бөліп дөңгелектеп шықтым. Енді сопақша етіп жайып, ішіне сосискаларымызды орналастырып, формаларын шығаратын боламын. Барлығын осылай орналастырып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағамын, және де бетіне өзіңіз қалаған дәнді сепсеңіз болады. Енді осы сосиска тестилерімізді алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі қызғандықтан, уақыт та әртүрлі болады. Сондықтан өзіңіздің пешіңізге қарап, сіз уақытын өзіңіз қойыңыз. Осылай сосиска тестилеріміз пісіп шықты. Өте дәмді, ерекше, әдемі көрінеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.